Бүгін шайға бәрі жақсы көретін жұмсақ әрі дәмді блины дайындаймыз. Және де мен кейбір құпияларын айтып кететін боламын. Бұл рецепт өте оңай, тез дайындалады және ерекше нәзік шығады. Ендеше бастайық. Ол үшін 2 жұмыртқа жарып алып, одан кейін қантымызды салып, тұзымызды салып, барлығын араластырамыз. Кейін сүтімізді құямыз. Сүтімізді біраздан құйған жөн болады. Яғни барлығын араластырып, мен ванилин қосатын болдым. Ванилин блиныға өте дәмді дәм береді. Ұнымызды қосып, араластырамыз. Бір келкі масса, құймалған масса болғанға дейін араластырамыз. Одан кейін бір нәрсеміз барлығы кипяток қосын дейді. Бірақ ыстық кипяток қоспаңыздар. Салқындатылған жылы су қоссаңыздар болады, себебі ыстық кипяток қамырларыңызды пісіріп жібереді. Сондықтан ыстық қоспаңыздар, менің практикамнан өткен. Және де осылайынан барлығын бір келкетіп жылы сумен араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын болған соң, оны 10-15 минут тоңықтырып қоямыз. Осы уақытта ұн жақсы ашылып, блины одан да дәмді болады. Міне дәл осындай қатты сұйық емес, қатты қою емес блинымыздың массасы шығуы керек. Одан кейін табамызды қыздырып, дәл осылайна пісіріп алатын боламыз. Қызарғанша пісіріңіздер. Ондай байдың ісінде де болып тұрады. Я, білем, маған плитамды жуу керек еді. Бірақ маған рецепті түсіріп сіздермен бөлісу маңыздырақ болды. Сондықтан айып етпеңіздер. Әрлегенде столға қойғанда өте әдемі болып шығады. Мынадай жұмсақ, жұқа әрі тәбетті блины одан кейін дайын болады. Оны әртүрлі салмамен жеуге болады. Және де сіз қандай салмамен жегенді ұнатасыз, пікірге жаза кетіңіз. Және осындай дәмді рецепттер үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Мен сізді күтемін.